Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі ведомствоның қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды қабылдады. Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент және Нұр-Сұлтан қалаларының 10 тұрғыны Қайырбек Өскенбаевқа сұрақтарын қойып, шағымдарын айтты. Олардың 6-ы министрмен Zoom арқылы қашықтан байланысқа шықты. Цифрландыру жұмыстары қазір бізге түсініксіз себептермен тоқтап қалып отыр. Біз оған өте үлкен үміт артып отырмыз. Сол жағынан көмектесуіңізді сұраймын. Шында да маңызды мәселелерді көтеріп отырмыз. Цифрландыру туралы ешқандай тоқтаған жұмысы жоқ. Біз жол картасын бекіттік. Шілде не қыркүйек айдың арасында осы жұмысты толығымен бітетіндей деңгейіне жеткіземіз. Өтініш берушілердің сұрақтарының басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, тұрғын үй және құрылыс саясаты, сондай-ақ жолаушылар тасымалын ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша болды. Мәселен, астаналық тұрғын Асланбек Жалғасов тұрып жатқан үйінің сапасына шағымданды. Вообще качество жоқ. Кеше енді эксперт келіп айтады, по проекту, мына проекттен алып келдім, там должно быть клей дейді, а там раствор. А енді неге үкімет оны көрмейді, неге біз добросовестно покупать жетпіштегі кемпір алданып қалады, олар даладан келіп өздерінің карманы набивает, а біз алданамыз. Сонымен қатар кен орындарын игеру, жол салу, азаматтық авиация саласында оқыту және жұмысқа орналастыру мәселелері көтерілді. Алматыдан Zoom арқылы байланысқа шыққан Ботагөз Үкібасова, баласы азаматтық авиация академиясының түлегі, Испанияда тәжірибеден өте алмай, ендігі кезекте жұмысқа орналасуда қиындық көріп отырғанына шағымданды. У меня нет никаких конкретных претензий к преподавателям, конкретно к академии. У меня есть просто вопрос, почему выпускники не востребованы. Как быть с теми выпускниками 2020 года, которые попали именно в такой период, карантин и так далее. Действительно, трудоустраивать наших выпускников надо, и эта специальность у нас востребована, и мы будем продвигать наших казахстанских специалистов. Поэтому на контроль возьмем этот вопрос. Бүгін мен индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Қайырбек Айтбайұлына ЖСК Наштом Анисадағы паркинг жерасты тұрағы, көліктің жерасты тұрағы мәселесімен келген болатынмын. Министр жақсы қабылдады, барлық сұрақтың мән-жайын уақытын толықтай бөліп тыңдады және заңгерлеріне тапсырма берді. Менің сұрағым бойынша айналысу керектігі туралы. Ары қарай оны зерттеп барып, сосын шешіледі деп. Негізі оң нәтиже береді деген үміттемін. Барлық өтініш берушілерге заңнама нормалары түсіндіріліп, құқықтық сипаттағы көмек көрсетілді. Сонымен қатар қосымша зерделеуді қажет ететін мәселелерді министр өз бақылауына алатынын айтты.